Саламатсыңдар ма? Бүгін 97-ші сабақ логикалық есептер тақырыбын жалғастырамыз. Тақырыптағы барлық есепті талдап шығарамыз. Сабақты соңына дейін қараңыздар. Бірінші тапсырма. Жарық көзінің айналасындағы сәулелі дөңгелек қалай аталатынын біл. Атмосфераның жоғарғы қабатында өтетін, сонымен қатар көп энергия бөлетін құбылысты ата. Бірінші бізде гало деп күн және ай секілді жұлдыздық нысандардың айналасында пайда болатын, пішіні алқаға немесе дискіге ұқсайтын, айқын көрінетін жарық жолағы бар. Және ол жарықтың бұлттағы мозг кристалдарынан сынуы және шағылуы нәтижесінде пайда болатын атмосфералық оптикалық құбылыс. Ал солтүстік полярлық шұғыла бұл атмосфераның жоғарғы қабатында өтетін, сонымен қатар көп энергия бөлетін құбылыс. Жер атмосфераның ионосфера қабатында байқалатын жарқыл. Есепте және жауаптарын салыстыр. Мына екі берілген тапсырманы орындаймыз. Олардың жауаптарының біреуі мына екеуіне тиесілі. Сонымен бірінші есепті орындайық. Алдымен жақшаның ішіндегі айырма орындалады, ол 88-ге тең. Кейін бөлу амалын орындаймыз. Ол 5006-ға тең. Енді 528-ді 88-ге бөлсек 6. Мына жердегі саннан азайтамыз 5006-ны. Сонда шығады 2.55195. Оған 6-ны қосамыз 2.505.201. Міне, ол солтүстік шұғылаға тиесілі. Келесі. Екінші орындалатын есебіміз алдымен жақшаның ішін орындаймыз. Бірінші жақша 8888-ге тең. Екінші жақшадағы қосындының мәні 556.623-ге тең. Енді бірінші жақшадан шыққан мәнді 902-ге көбейтеміз. 8.016.976 шығады. Келесі екінші жақшада шыққан мәнді 69-ға бөлеміз. 8067. Тапқан екі мәнді азайтамыз. 8.008.909 шығады. Тапсырма орындалды. Келесі есеп. Сұраққа жауап бер. Айна 3 шаршы және 3 үшбұрыш қиып алады. Ол параққа фигураларды бірінің үстіне бірін желімдеді. Айна төртінші қандай фигураны желімдеді? Мұнда қараймыз, ең бірінші сары фигураны жабыстырған дәптеріне. Келесі жасыл шаршыны жабыстырған. Келесін байқаймыз, сары түсті шаршыны жабыстырған. Төртінші қызыл шаршы. Кейін жасыл және қызыл. Демек, есептің жауабы айна төртінші қызыл шаршыны желімдеген екен. Үшінші тапсырма. Сызбадағы барлық тіктөрт бұрыштың атауын жаз. Тіктөрт бұрыш, яғни бұрышы 90 градусқа тең. Бірінші бізде А, Б, М, О, А, С, Н, О, А, Д, К, О деп осылайдан әрқайсысын жалғастырамыз. Екіншісінде Б-дан бастаймыз. Б, С, Н, М, Б, Д, К, М, Б-дан Е мен Ф-ке қарай созамыз. Мінекей. Келесі С-дан бастаймыз. С, Д, К, Н. Ол міне тұр. Дәл солай тіктөрт бұрыштардың атауын жазып шығамыз. Тапсырма орындалды. Келесі есеп. Төртінші. А суретте неше үшбұрыш бар? Сыртында тұрған бірінші үшбұрыш, келесі мына бір жарты үшбұрыш және үшінші мына бір жарты. Демек, А суретте үшбұрыш берілген. Ә және Б суреттеріне қара, жүргізілген кесінділер арқылы неше жаңа үшбұрыш қосылғанын сана. Бізде Ә тапсырмасында 6 үшбұрыш бар, ал жүргізілген кесінділер арқылы 5 үшбұрыш қосылған екен. Б-сында 9 үшбұрыш шығады бізде, ал жүргізілген кесінділер арқылы 8 үшбұрыш қосылған. Өздерің санап көріңдер және жауаптарыңды салыстырыңдар. Бесінші тапсырма. Бөліндінің мәні мен қалдықты ата. Бірінші бөлінгіш 389, бөлгіш 9. Баған түріндегі орындалу жолды осылай 43 шығады және 2 қалдық қалады. Мұнда кестеге жазамыз. Бөліндінің мәні 43, қалдық 2. Келесі.
Бөлінгіш 3890-ды 9-ға бөлеміз. 432 шығады, қалдық 2-ге тең. Баған түріндегі орындалу жолы мінекей. 38900-ды 90-ға бөлеміз. 402, қалдық 20. Баған түріндегі орындалу жолы осылай. 389-ды 90-ға бөлеміз. 4322, қалдығымыз 20-ға тең. Тапсырма орындалды, келесі есеп. Әр фигурада неше текше бар? Бірінші үстінгі фигураларды санап шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Үстінгі жағында бізге көрініп тұр 11 фигура. Дәл соның астында тағы да 11 фигура бар. Демек, 11 плюс 11 болады. Мына бергі жағындағы фигураларды санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. 11 қосу 11 және соңынан санаған 5 фигураны қоссақ 27 текше бар екен. Келесі, екіншісін санап көрейік. Бізде мұнда 1, 2, 3, 4, 5 фигура және 1, 2, 3 фигурадан орналасқан. 5-ті 3-ке көбейтеміз. 15 фигура шықты. Келесі, мына қатарда 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 фигурадан. Демек, 5-ті 2-ге көбейтеміз және үстіндегі 2 фигураны қосамыз. Сонда диванда да бізде 27 текшеден құралған екен. Тапсырма орындалды, келесі есеп. Жетінші тапсырма, есептің шешуін өрнек түрінде жаз. Қоймада 40 мың дәптер бар. Оның 8 мыңы жолды, қалғаны торкөз дәптер. Қоймадағы жолды дәптер торкөз дәптерге қарағанда неше есе кем дейді. Енді есепті шығарайық. Алдымен 40 мыңнан 8 мыңды азайтамыз. Және шыққан мәнді 8 мыңға бөлеміз. Сонда 4. Есептің жауабы жолды дәптер торкөз дәптерге қарағанда 4 есе кем. Тапсырмасында қоймада 40 мың дәптер бар. Оның 8 мыңы жолды, қалғаны торкөз дәптер. Торкөз дәптер 100 данадан қораптарға бөлініп салынды. Торкөз дәптер неше қорап болды? Есептің шартын жазамыз. Енді есепті шығарайық. 40 мыңнан 8 мыңды азайтамыз және шыққан мәнді 100-ге бөлеміз. Сонда 320. Есептің жауабы торкөз дәптер 320 қорап болды. Жетінші тапсырманың Б тапсырмасы. Жылыжайда 2 тонна қызанақ өсірілді. Оның 569-ы базарға жөнелтілді. Қалғаны әр жәшікке 27 килограммнан бөлініп салынды. Қызанақ салу үшін қанша жәшік қажет болды? Ол үшін 2000-нан 569-ды азайтамыз. 2000 дегеніміз мына барлығы 2 тонна ғой. 2 тоннаны килограммға айналдырсақ 2000 килограмм болады. Екеуінен азайтқан мәнді бөлеміз 27-ге. Сонда 53. Есептің жауабы қызанақ салу үшін 53 жәшік қажет болды. В тапсырмасы. Бірінші фермер 3 гектар жерден алған болгар бұрышының түсімділігі 25 тонна. Ал екінші фермердің 2 гектар жерден алған болгар бұрышының түсімділігі гектарына 37 тонна. 2 фермер барлығы қанша тонна болгар бұрышын жинайды? Енді біздің алдыңғы сабақта өткен формуланы қолданамыз. Түсімділікке көбейтеміз, ауданды 25-ке 3-ті көбейтеміз, 37-ге 2-ні көбейтеміз, шыққан мәндерді қосамыз. Сонда 149. Есептің жауабы 2 фермер барлығы 149 тонна болгар бұрышын жинады. Тапсырма орындалды, өз жауаптарымен салыстырып көріңдер, келесі есеп. 8-ші тапсырма амалдар бойынша жа және есепте. Бірінші 13440-ты бөлеміз 32-ге. Бірінші орындалатын амалымыз шыққан мәнді 7-ге бөлеміз. Кейін 2 көбейтіндіні орындап мәндерді қосамыз. 13440-ты 32-ге бөліп, оны 7-ге бөлсек 60 шығады. Оған мына екеуінің көбейтіндісі 861-ге тең болады. Қоссақ 921-ді береді. Сонда бірінші амалдың мәні 921-ге тең. Екінші тапсырманың мәні 4795. Дәл солай қалған амалдар шықты. Мына жоғарыдағы қарамен жазылғандар амалдардың орындалу реті. Тапсырма орындалды, келесі есеп. Артық фигураны тап деді.
Мұнда бізде мына берілген фигураның төңкерілген түрлері берілген. Осы жерде артық фигура бар, соны анықтаймыз. Мұнда қараймыз, сыртқа бізде фиолетовый түсті, күлгін түсті фигура сыртқа шықты. Оның жанында сарғыш және жасыл тұр. Мұнда қараймыз, күлгін түсті фигура тұр. Оның жанында мына сарғыш түсті фигура болу керек. Мына жерде сары тұр. Демек, мынау артық болып тұр. Келесі, күлгін түсті фигура, сарғыш, жасыл түстеріне қарай салыстырсақ болады. Мынада да дәл солай. Демек, бізде артық фигурамыз бірінші. Мінекей. 10-шы тапсырма. Суретте неше шаршы бейнеленген, өзі осыған ұқсас тапсырма құрастыр дейді. Бірінші фигурада 5 шаршы берілген. Мына сыртындағы жалпы 1 шаршы, келесі 2, 3, 4 және 5. Былайынан есептеуге болмайды, ол уже бізде тік 4 бұрыш болып кетеді. Ал бізге табу керек шаршыны. Келесі А тапсырмасында 14 шаршы, Б тапсырмасында 30 шаршы. Енді өзің осыған ұқсас тапсырма құрастыр дейді. Былайынан орналастырып көрсек, менде 10 шаршы шықты. Дәл осылай кез келген фигураны алып, шыққан шаршының мәндерін жазып қойсаңдар болады. Тақырыптағы барлық 10 есепті талдап шығардық. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Сау болыңдар.